Сәлем достар, бүгін біздің арнамызда қара құмықтан, яғни гречкадан жасалған котлет жасайтын боламыз. Алдымен суға картопымызды, гречкамызды бәрін пісіріп аламыз. Және осылай үстіне бұрышын, дозын қосып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Жақсылап езіп араластырып болған соң, 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін, видеода көрсетілгендей ұнға аунатып шариктар жасаймыз, және қызып тұрған майда қуырып аламыз. Мінекей, біздің котлеттеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Макаронның үстіне, кез келген тамақтың үстіне подливымен беруге болады.